Так, гранта автокөлігінің панель приборов, яғни айтқанда торпеданы қалай бүтіндей шешіп алатын жолы бар. Так, оны в общем алдарыңызда көрсететін боламыз. Мына жерде крышка тұр. Крышканың астында міне мынау біріншісі. Так, енді одан кейін астында екіншісі сцепление мен тормоздың педаліне 2-13 бұл гайка қатқан. Так, ол екеу. И содан кейін мынау ортасында мынау біреу. И сосын печканы ажыратып тастайсыз. Печкінің в общем салонға кірген екі шлангасының қасында бір сырттан қатқан ондық болт бар. Так, сосын мына жерде бір 13, бір ондық, біз үшеуінде босатасыз. Сосын мына алдыңғы жақтан, воздуховод жақтан, мына именно дворниктің, пассажирский дворниктің астыңғы жағындағы, так, мына тұрған 5 саморез шурупты шешіп тастайсыз, мына воздуханың бетінде пластмасты алып тастайтын боласыз. И сосын кімде егер кондер болатын болса, кондердің мына 2 ондық болтын ағытып тастайтын боласыз. Рульдің так 4 болт гайкасын шешіп тастаймыз. Мынаның бәрін шығарып аламыз. Подрулевый переключательдердің бәрін. Одан кейінгі біздегі мәселе мынау, мына корректор фар. Так, бұны да в общем шешіп алатын боламыз. Мына басында бұрайтын аккуратно тартсаңыз шығады. И сосын оның астында гайка қатайтылған. Сол гайканы шешіп алсаңыз, ол шешіліп алынады. Міне оның астында мынандай гайка орналасқан. Сосын мына жерде бір гайка шуруп орналасқан фигурный отверткамен.